Қара бура. Әңгіме. 7 бөлім. Авторы Асқар Алтай. Жел тұрғандай қамыс қозғалды. Күңіренген үн Амантайдың төбе құйқасын шымырлатып жіберді. Жүрегі шым ете түсті. Бұл бөрінің дауысы еді. Ұлыған ащы дауыс құлақ кескендей тоқтады да, бураның зор үні боздай жөнеліп, ол да қысқа қайырылды. Сол-ақ екен, бөрінің жан-жақтан үрейлі ұлуы сарнап қоя берді. Шалқасынан жұлдызды аспанға жанарын тігіп жатқан бала жүрегі мұздай басын көтерді. Етбетінен аунап түсіп, иегінің астына білегін қойып, буралы жиекке қарады. Бура алас ұрғанын пышақ кесті тыйып, тас мүсіндей тапжылмай тұра қалыпты. Жан-жағына ұзын мойнын кезек бұрады. Құмандай имек мойны түн ішінде ұзара түскендей. Ай сәулесінде ағараңдаған алып денесі зор-ақ, обадай орнынан қозғалмайды. Мына мінезін байқаған баланың да жүрегі орнына түскендей болды. Бөрілердің қасында дара бураның өзі серік, жанға жақын бола түседі екен ғой. Жаулар да жақын болады, ал бураның жөні бөлек, қолдағы асыранды. Бөрілер бөтен ғой, адаммен ешқандай бастары бірікпестің өздері. Тұқымы басқаның тегі басқа. Қанша бауырыңа бассаң да, бақастығын қоймас, жаттығын ұмытпас. Алдап соғар ант ұрған бөрілер. Тек қара бура бұдан қашып кетпесін. Кетсе, аш қасқырлар аямас. Олардан асқан зұлым зымиян бар ма? Бура секілді екі иығын жұлып жеген елірме. Айқайға ере беретін аңғырт та ал кеуде емес. Көк мұздың көкесін көргендер олар. Жер бауырлап жылжып-ақ 20-30 қадамда қауіпсіз жатқан адамды алары сөзсіз. Бұған қалқан боларлық қара бура ғана. Сол тайып кетпесе болғаны. Ендігі Керқұнан қойлы ауылға жетіп, әкесі де іздеп шыққан шығар. Үміт. Үзілмес үміт те. Кешікпей-ақ жиекте жан үшін арпалыс басталатынын бала сезген. Екі жағы да өмір үшін өлімге бас тіккен. Бір жағында ұяласын ерткен 6 бірдей аш бөрі. Бір жағында жанын шүберекке түйген була бура. Нағыз бабына келіп толысқан шағы. Бойындағы ыстық қаны көтеріліп, есірік сезім билеткен ашына кезі. Мұндай зар күйіне енді қайтып келмес. Бала іші бауырына суық түсіп, сыртқы денесіне көтерілген әзірдегі қызуы қайтып, терідегі түрпідей тітіркене тоңған сәттен бір жола айырылып, дәл қазір ішкі құрылысы мұздап, өкпе бауыры мен қолқа жүрегіне біреу суық мұз басып тұрғандай сезім кешіп, аунап қунай да алмай, көзінен жасы шықпай, іштей жылап, тісі тісіне тимей сақылдап, қара бураның өзі таптап тастаған сирек қамысты жиектегі жанталасты көзімен көріп, аузынан үні шықпай жатты. Сүлдер суыққа беріліп, әлі құрыған, сана ғана сау. Бір бүйірін жалтыр мұзға бере қырындаған қара бура жынын шаша ақырып, айбат шегіп тұрды. Ұялас 4 күшігін ерткен көкжал мен қаншық тәңірінің өзі тап қылған олжаға қызығып, қуанып тұрса да, түйені жығу оңай емес екенін түйсінген. Көкжал қақ маңдай тұстан қаншық үйдей бураның артын ала, ал ауызданып үйренген 4 бірдей балаң бөрі бүйірден төніп, аспандағы жүдеген айдай шеңберлене қалған. Азуды салуға батылдары бармай тұрған тәрізді. Әлде айлама. Кенет шыдамы таусылған жас бөрінің бірі бүйірден аңдаусызда арс ете секірді. Бірақ сауысқандай сақ тұрған бура бөріні денесіне дарытпай, тап көк желкесінен оқтай жылдам қимылмен сақ еткізіп тістеді. Жас бөрінің шаңқ етуге шамасы әрең жетті. Бура көзді ашып жұмғанша көтерген қалпы алдына тастай беріп, темірдей табанымен 2-ақ рет тарпыды. Айласыз атылған ашкөз балаң бөріні апан аузымен оңай қарпып, үнін де шығартпай, омыртқасын үзіп жіберді. Бақ ете қалып жанын қарсы алдында құрық салым тұрған көкжалға бүрікті. Бірақ ол да тақы сау. Жетпеді. Көкжалдың көздері жанып тұр. Қызыл шоқтай ұшқын атады. Сол-ақ екен, қара бураның жан-жағынан бөрілер ыр-ыр етіп, көкжал зор даусымен гүр-гүр етті. Ол өзінің серіктеріне қарап арс-ұрс етіп қайта гүрілдеді. Мынандай диюды оңайшылықпен ала алмасын бәрі де байқағандай. Бірақ қорқаулардың жылы жұмсаққа келгенде беті қайтқан емес. Әйтеуір айласын асырады ғой. Әттең, бураға жер тар. Әйтпегенде айқасты салар еді-ау. Қорыс қопа қамыс аяққа оралып, бүкіл бір жағын тұйыққа тірегендей мұз жайлап жатса,
қайда қозғала алмақ. Қыспақта қалса да қайратын көрсетіп қалар. Күш тең емес. Қайран кең сахараға жетер жер жоқ қой, жоқ. Бөрілер арс-ұрс етісіп алып, қима бел ұзын қаншық пен күжірейген кесек көкжал орын ауыстырды. Бір аласапыранға дайындалғандай. Елген жас қайың бұтағындай боз қаншық айдың бозғыл сәулесі астында сұлулана сүзіліп, алай-бұлай орғи секіріп, жердегі қар аралас қамысты қауып-қауып қалып ойнақ салған. Қара бура қапы қалмайын дегендей басқа бөрілерге де көз қиығын тастаған еді. Олар да боз қаншықтың биіне қызыққандай сілейіп қалыпты. Үн-түнсіз. Боз қаншық әлі билеп жүр. Ай жарығында әдемақ. Ұзын тұрқы да орақтай иіліп, құйрығы бауырына бұлған қағып тығылады. Отты жанары бір өшіп, бір жанады. Бура қанша қатуланып, қаттанып, буырқанып, бұрсанып тұрса да, тұла бойында боз қаншыққа деген өткен жолғыдай белгісіз толқын пайда болып, ақ желек жамылған қызға көне салғандай сезім толқыны тулап, баяғы бір бота көздерінде ақ көйлегі желбіреп, екеуі желмен жарысқан кездері бір сәт көз алдына жалт-жұлт оралып өткен. Осы бір мезет шабы шарт етіп айырылып кеткендей болып, бура орнынан ышқына артқы аяғымен сермеді. Сермелген аяқпен қоса қарын тұсы қабысып бос қалғандай солқ ете түсіп, жаны көзіне көрінді. Жалма-жан бауырына көз қиығын тастаған. Жерден ыстық бу көтеріліп, жағымсыз бір иіс мұрнына келді. Көз алды күңіренте бастады. Өзіне үлкен бір қауіптің жеткенін түйсінгендей болды. Іші бауыры жер тартып, қолқа жүрегі суырылып бара жатқандай түсініксіз күйге енейін деді. Әзірге төрт аяғы ғана терең көмілген діңгектей берік. Өзінен әл кете бастағанын білді. Тоқпақтай балтырлары сыр берген. Ішек-қарны қопаның үстінде ақтарылып жатса да құламай, қамсыз тұрған үйдей бураға көкжалдың өзі де қайырыла ұмтыла алмай қауіптеніп қалғанды. Нар артында жүк қалмас, бура астында жан қалмас. Езулерінен сілекейлері шұбырған жас бөрілер де қозғалуға батар емес. Көздері жалын, жарқ-жұрқ қағады. Алдыңғысының жағдайы белгілі болған. Боз қаншық қана билеуін қойған жоқ. Ол тіпті еті үйренгеннен бе, өзінің айлакерлігі мен шапшаңдығына сенгеннен бе, тап тұмсығының астында боз сәуледей бұлаң-бұлаң қаққан. Тура осыны күткендей қара бура орнынан опырыла қатты секірген. Алапат қимыл күтпеген қаншық кеш қалған. Кеш. Төрт аяғын бауырына жинай секірген. Үйдей бура ғаламат зор кеудесімен бірақ Өз қызығына батқан биші боз қаншық қаңқ етуге шамасы келмеді. Бураның қара көзін жұлдызсыз қара түн басып кетті. Ол өзін жан-жағынан жұлқыған азуларды шала-пұла сезіп жатты. Ол да ұзаққа бармады. Астынан темірдей қараған мұз суығын аңғарудан қалған Амантай жиекке тіккен жанарын төмен салып, маңдайын мұзға төседі. Сонда ғана жұқа маңдайдан өткен айдынның суығын сезді. Қазір тісі тісіне тимей, ерні-ерніне жұқпай сақылдап жаурағаны да басылған. Еш жері ауырмайтын да, тоңбайтын да, қиналмайтын да сияқты. Бураға ғана өкінетіндей. Бураны да, суықты да ойлағысы келмеді оның. Енді бұған бәрібір. Бура еті бір апталық тамақ болса да, ашқарақтана ауыз салысып, көздері айлы түнде от шашып, қомағайлана қарпысып жатқан қасқырлардың дауысы анық естіліп тұрды. Қасарысқан қатты аяз бүкіл денесін қармап, өз ырқына көндіріп алғысы келсе де, адамның санасы аязды күнде шыныдай мөлдірлігімен сезіліп тұратын ауадай тұнық еді. Сана ғана анау-мынауға көнбейді екен. Әзірге сау. Өзін-өзі іштей қайрап, қара бураны есіне түсірмейін деп ойлаған. Бірақ көкірегінің түбінен бас көтерген әлде бір аяушылық сезімі қайта-қайта қытықтай берді. Аяздан кейін мұның өзін өлтіре жаздаған, ақыры аңдып жатып, бөрілерден мерт болған қара бураға деген ерекше аяулы сезім билеп алып, соның шырмауынан шыға алмай қалды Амантай. Ол текке өлімге бас тіккен жоқ деген ой келді оған. Тегін емес. Бөрілердің ұлыған даусын алғаш естігенде-ақ басы ауған жаққа безіп кетуге болар еді. Қайда қашса да дала кең, болмаса көрші ауыл-аймаққа. Олай еткен жоқ бірақ. Бура бұл үшін басын байлады, бұл үшін жанын қиды. Басқа ешқандай күш тоқтатуы мүмкін емес. Суық ойлар баланы баурап өтті.
Басқаша ойламады да ол. Бура мен үшін тәуекелге тұрды деп сенген. Суық бойлаған жас жүрегі тоңса да елжіреп, салқын сезімге бөленіп жатты. Оған қарсы болатын өзінде де, суық табиғатта да күш жоқ еді. 7 бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Әңгіме авторы Асқар Алтай. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.